Құрметті көрермендер, көктемнің шуақты күндеріндегі бала тілі бал бағдарламасының маусымдық түсірілімі жүргізілуде. Сәлеметсіңдер ме, кішкентай бүлдіршіндер? Сәлеметсіздер. Үлгілі балалар кітапханасына қош келдіңдер. Бүгінгі бізде қонақта Нұртас және Адия. Балалар өздеріңді толық таныстырып кетсеңдер. Мен Дарбек Адия Талғат қызы. Мен Нұртаспын. Серғылы. Менің жасым 7-те. Отбасыларың туралы айтып кетсеңдер. Менің ағамның аты Айбек, әкемнің аты Серік, анамның аты Мөлдір. 2 бауырым бар, Омар, Осман. Менің әкемнің аты Талғат, менің анамның аты Әлгүл. Менде 3 бауырым бар, көп балалар отбасы. Менің әпке Әлмира, інімдерді Адылбек, Ақылбек. Керемет. Нешінші сыныпта оқисыңдар? 5-ші мектеп, 1-ші сыныбы. Сабақта жақсы оқисыңдар ма? Иә. Сынып жетекшілеріңді қалай атайсыңдар? Гүлзада Қуаныш, мұғалім. Жақсы, керемет. Мұғалімдерінің аты жөнімен толық біліп алдым. Қазір біз қайда отырмыз? Кітапханада. Мұнда адамдар не үшін келеді? Кітап оқушы. Керемет. Кітапханаға сендер кіммен келдіңдер? Мен әпкеммен, мен мұғаліммен. Керемет. Қандай күшті. Кітап туралы тақпақ білеміз бе? Иә. Бірінші кім айтады? Нұртас, сен айта ғой. Әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалық бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Ана тіл. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын, ана тілім ардақты. Ақ сүтімде ананың өсірген ой білімді, сүйген туған тілімді, мақсат етем әр сөзді, мәнін терең біледі. Керемет. Біздің балалар өте білімді. Балалар, алда қандай мереке келе жатыр? 8-ші наурыз. Аналар мерекесі. Олай болса, аналарға арнап тақпақ айтып береміз бе? Иә. Бірінші сен айта ғой. Менің анам ардақты, алтын айды салмақты, жақсы көріп баласы, нәпейді анашым. Сен айта ғой. Әжеме айтып берем, әжемнің ақылмен өсіп келем, әрсін үздік боп көшіп келем. Әжемнің орны әлемде биік екен, аялап оны мәңге сүйіп өтем. Керемет. Онда балалар, алдағы келе жатқан аналар мерекесіне өз қолымызбен гүл жасаймыз, иә? Қане бастайық па? Иә. Қане қағазды ұстаймыз әрқайсымыз. Маған қарап отырасыңдар, мен қалай бүктесем, солай бүктесіңдер, жарай ма? Міне балалардың өз қолдарына жасаған гүлі аналарына апарып береміз, сыйлаймыз. Біздің міне балалар алдымыздағы тұрған кітаптардың барлығы мерекелер туралы, жаңағы кітаптың ішінде не оқығыларың келеді, қандай нәрсе іздейсіңдер, барлығы осы үлгілі балалар кітапханасында бар. Келіп, кітап алып оқып, кітаппен жұмыс жасаймыз, Иә. Керемет. Міне балалар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әдия,
Нұртас, келіп қатысқандарға көп рахмет. Мектептеріңде сабақтарыңды үздік оқыңдар. Ата-аналарыңның қуанышы болыңдар, ұстаздарыңның мақтанышы болыңдар. Сізге рахмет. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз. Рахмет.